Rahmat studentlar, o'tirыңizlar. Endi bugungi sabaqqa qanday ko'ngil kuyмен kelganligingizni bilish uchun bas barmoq adresini qo'llanamiz. Bugungi sabaqda ko'ngil kuyimiz qanday? O'tgan sabaqda biz kitob olib, o'tgan sabaqda migratsiyaning so'z so'rashini o'tgan. So'z so'rashimiz Söz so'rashimiz ikki odamning arasida tug'ilgan da'vo, немесе bir taqrimda ko'pchilik olimlar chiqarib, undan tug'ilgan fikr davosida so'z so'rashimiz. Maryam, so'z talas qay yerda qo'llaniladi? Söz talas күнделікті өмірде әр жерде жезде мен балдыздың арасында, туысқандардың арасында қолданыла береді. Көңілімізде қолданыла береді. Zamandastардың, dostlarының arasında kullanılır. Bugünkü жаңа sabaqның taqririni түсіну үшін ekranға назар аударайық. Ekranda 3 türlü maqal мәтел берілген. Birinchi topqa birinchi maqal мәтел, ikkinchi topqa ikkinchi maqal мәтел, uchinchi topqa uchinchi maqal мәтелдің ma'nosini tushuntirib beramiz. Әр топтан bir student tushuntirib aytib O'tgan yerda suqan bo'lgancha o'z elingda ulkan bo'l. Басқа елде қаншама көтерілсең де, ол ұлттық қолдауына жету қиын. Ал өз еліңде өте қатты сағынасың. Мысалға Сұлтан Бейбарыс Египет сұлтаны болса да, Дешті Қыпшақ даласына келіп, Жусанның исін сағынған. Өте керемет, жақсы. Отырыңыз, келесі топтар. Жеті түрлі ілім бір, жеті жұрттың тілін бір тіл білсең, бір адамсың, екі тіл білсең, екі адамсың. Бұл айнымас қағида. Өйткені тіл арқылы адам өзге елдің мәдениетін, ұлттық ерекшелігін танып біліп, адам көп жерге кеңейте түседі. Көп тілде меңгерген адамның білімі де өмірге деген көзқарасы да терең болады. Жақсы. Үшінші топ. Білім инемен құдық қазғандай. Білім инемен құдық қазғандай түсінім. Инемен қазғандай болдың өте қиын. Өте қиын. Мысалы бір мамандықта оқитын болсаң, оны барлығын жақсы оқу керек. Мектепте де 10 жыл оқисың, универде 4 жыл оқисың. Өте қиын болады. Тақырыппен кішкене таныстырып өтейін. Зияткерлік миграция деп отырғанымыз бұл шет елде білім алу. Яғни білім алу үшін өзінің елінен басқа елге осы мәтінге байланысты тапсырмалар орындаймыз. Ағылшын тілін білуге ұмтылыс пен шетелде оқуға ынтаның сабақтастығы бар. Екінші мәтін. Зияткерлік миграция мамандар арасында бәсекелестікті арттырады. Үшінші мәтін. Мықты маман өзінің де елдің де жағдайын жақсартуға үлес қосады. Бесінші мәтін. Зияткерлік миграция үнемі пайдалы бола бермейді. Алтыншы мәтін. Мемлекет жастардың білім алуына зор мүмкіндік жасап отыр. Бірінші мәтін. Өзіне сенгендер ғана шетелде оқуға барады. Екінші мәтін. Шетелде білім алу отбасы құндылығына кері әсер етуі мүмкін. Төртінші. Өте жақсы, отырыңыз. Үшінші. Көп ақша табу, кезім себебі шетелде маңыздысын білді. Көп ақша табу шетелде, яғни Қазақстан ақшасын салғырса, яғни көп болады. Өз мүмкіндігімен қабілетін сынауы. Келісемін. Жеке басын ғана күйттеу. Келіспеймін. Мешілікпен қашу. Келіспеймін. Өзі еңбек сеніп, қаражат табуға ұмтылыс. Келісемін. Өз біліміне сенімділік. Келісемін. Бала шағасының қамын ойлауы. Келісемін. Мансап үшін бару. Келіспеймін. Бірінші мәтін зияткерлік миграция. Екінші мәтін жастар болашағы. Үшінші мәтін шет елдегі білім деңгейі. Төртінші мәтін отбасы құндылығы. Бесінші мәтін шетелге қоныс аудару. Алтыншы мәтін зияткерлік миграцияның пайдасы мен қаупі. Келесі тапсырма ой-моншақ әдісі арқылы зияткерлік миграцияның туындауына себеп болатын факторларды ой-моншақ тәріздетіп жазып шығамыз. Класс ретінде. Бұл тапсырмаға 10 минут беріледі.
келіп тудыратын экономиканың шет елдегі жалақының көптігі және де нарық заңы. Жаһандану. Үздік тәжірибе, ақыл ой. Зияткерлік миграцияның туындауына себеп болатын факторлар. Білімнің бәсекелестік арқылы дамуы, Қазақстанның білім деңгейінің орта болуы және нарық заңы. Еңбектің ол жақта бізге қарағанда көбірек бағалануы, жастардың болашағы и жаңа Қазақстан саяси даму. Тағы. Зияткерлік миграцияның екі мемлекетке де пайдасы бар. Себебі біздің жақтан барған жастар жоғарғы білім алады. Ал Европа жақта кәрі жастағы адамдар көбейген сайын, олар миграцияны қабылдауға дайындығын айтады. Мысалға, Германия әр жыл сайын 50 мың жастарды қабылдайды өзіне. Тағы не қосамыз? Жастардың өз отанынан, осы Қазақстаннан азаюы, басқа елдердің мәдениетін қабылдап, сол елдерге көшуі. Факторлар бұл бізде сапалы білім. Тағы. Жаһандану. Ақыл ой Үздік тәжірибе, ақыл ой, тағы. нарық заңы. Нарық заңы. Жақсы. Келесі тапсырма, үшінші тапсырма, жағдаяттық тапсырма. Бірінші топқа. Сіз жұмыс жасап жатқан жерден уақытша денсаулығыңызға байланысты демалысқа кетейін деп жатырсыз. Сізден өтініш жазуыңызды сұрады. Өтінішті қалай жазар едіңіз? Мен мұнда өтініштің үлгісін беремін. Осы үлгіге қарап, өз нұсқаларыңызды жасайсыздар. Екінші топтың тапсырмасы. Сіз университетте жұмыс жасайсыз. Сіздің өзіңіздің тобыңыз бар. Сіз кураторсыз. Сізге тобыңыздағы бір студентке мінездеме жазуды сұрады. Мына жерде мінездеменің үлгісі бар. Осыған қарап, өз нұсқаларыңызды жасайсыздар. Үшінші топтың тапсырмасы. Сіз әлеуметтік көмек алу үшін өтініш тастадыңыз. Сізден қызметкерлер өмірбаян жазуыңызды сұрады. Өзіңіздің өмірбаяныңызды. Мына жерде үлгісі бар. Осыған қарап, өздеріңіздің өмірбаяндарыңызды жазасыздар. Екінші топ дайын екен, ал екінші топта кім айтады? Мариям, айтыңыз. Мінездеме. Шымкент қаласы Мұхамеджан Тынышпаев атындағы колледж, теміржол құрылысы мамандығының студенті, Қалайұлы Нартай, Шымкент қаласы теміржол тәжірибе орны, 20 желтоқсан 2022 жылдың 23 наурызында 2023 жыл уақыт аралығында теміржол тәжірибесі өтті. Тәжірибе өтіш кезінде Нартай өзін жақсы қырлар көрсете білді. Жол рельстерін тоқтарды жақсы меңгере алатынын дәлелдеді. Берілген жұмысты жақсы орындай білді. Колледж іс-шараларына қатысып жүреді, адам көңілін тез таба алады. Нартай болашақта білікті де білімді үлгілі Қазақстан Республикасының адал қызмет ететін азамат болатынына сенемін. Жол практикасын жақсы бағаға тапсырды. Бұл тәжірибеден өтіп жатқан студентке мінездеме. Бұл өте жақсы. Бірінші топ. Үшінші топ, сізде дәріс бар ма? Бірінші топ айтады. Шымкент қаласы теміржол колледжінің директоры оқу ісі жөніндегі орынбасары Жадыра Қуатқызына өтініш. Сізден 2022 жылдың 20 желтоқсаннан бастап денсаулығына байланысты қызметтік міндетімді атқарудан уақытша босатуыңызды сұранамын. Сырқаттану қағазында келген соң тапсырамын. 2022 жыл 20 желтоқсан Барлығы талапқа сай жазылған. Үшінші топ. Мержан Нұрдаубайұлы 1990 жылы Ақтөбе қаласында дүниеге келдім. Әкем Мержан Нұрдаубай құрылысшы, анам Мержан Файжан үй шаруасымен айналысады. Жанұямыз 7 адамнан тұрады. Әкем, анам, үш апам, ағам және мен. 1999 жылы Ақтөбедегі номер 36 мектепте бірінші сыныпқа бардым. Енді студенттер үй тапсырмасын жазып алайық. Үйге болашақ бағдарламасы жарқын болашақтың кепілі есте түрінде жазамыз. Және ресми құжаттарға мысал береміз. Бұйрық, хаттама, мінездеме мысал береміз. Зияткерлік миграцияның пайдасы мен зияны жайлы ақпарат жазып береміз. Өз бетімізше ізденіп, және оқулықтағы тапсырмаларды орындаймыз. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабағымызда кері байланыс жасаймыз. Яғни сіздерге не пайдалы болды? Нені әлі де білулеріңіз қажет, ал нені үнемі есте сақтап жүрулеріңіз керек.
жерге жазамыз, иә?